Пайғамбар алейхиссалам айтады, достың ең ішіндегі шынайы достың бойында мынандай 3 қасиет болады дейді. Демек бұл хадистен түсінгеніміз, біздің өмірімізде жалпы дос көп болады. Елдер ой досым деп сөйлейді, ой мен мына доспен араласам дейді, басқа дейді. Бірақ солардың ішіндегі шынайы достың бойында мына 3 қасиет болады. Осы 3 қасиет кімде болса, сіздің шынайы досыңыз сол болады. Қалғандар жай фон. Расулаллах айтады, біріншісі сенің айыбыңды айтады ол саған. Қазақ сөйтіп айтқан, мынау дос жылатып айтады дейді. Дұшпан күлдіріп айтады дейді. Демек кейде достар ренжиді бір-біріне. Алла тағала айтады, өзіңді таңнан кешке шейін Алланы еске түсіретін, тек бір Алла деп қимылдай алатын адамдардың жанында нәпсіңді сабырлыққа шақыр, солармен отыр бірге дейді. Намазын бүтін, Құдайын ұмытпаған адамды дос тұтыңыз. Және қандай жақсымын десе де Құдайды танымаған адамнан қашыңыз. Сонда осы өмірде сіз дұрыс дос таңдайсыз, дұрыс араласатын орта таңдайсыз. Қанша жігіттер бар мен білемін. Басында намаз оқыды, ораза тұтты, керемет болып жүрді да тастап кетті. Неден? Көпшілік адамның себебі араласқан қоршаған ортасынан. Қоршаған ортасы Құдайдан шет адамдар. Қоршаған ортасы Алланы танымайтын адамдар. Сол үшін ол да Құдайдан ұзақ кетті.